саламатсыздар, құрметті достар. Бүгін біз сіздермен object pronoun, яғни жүктеу есімдіктермен танысатын боламыз. Object pronoun дегеніміз не? Ол зат есімнің орнын басатын есімдіктер. Алдымен object pronounды бастамас бұрын біз сіздермен subject pronounға тоқталайық. Subject pronoun дегеніміз бастауыштың қызметін атқаратын есімдіктер. Яғни мына жерде көріп тұрғандарыңыздай мен тақтаны бөліп қойдым. Subject pronoun, object pronoun және мысалдар сіздерге түсінікті болу үшін. Ендеше алдымен subject pronounға тоқталайық. I, мен, you, сен немесе сіз, және сендер, сіздер көпшілігінің қызметін тоже атқарады. Келесі he, she, it, we, және they. Енді object pronounға тоқталайық. I object pronounда өзгереді me, яғни мен немесе маған. Келесі you өзгеріссіз қалады. Келесі he өзгереді him, оны. She өзгереді her, it қалады. We, us, бізді, және they, them. Object pronoun негізінде негізінен зат есімнің орнын басады. Яғни етістіктен кейін немесе предлогтардан кейін қолданылады. Мысалға тоқталатын болсақ, I'm your teacher. Мен сенің мұғалімің. I'm your teacher. Мені тыңда. Listen to me. I'm your teacher. Listen to me. Мен сенің мұғалімің, мені тыңда. Яғни мен өзгереді мені. Келесі мысал келетін болсақ, сен әдемісің. You are beautiful. You are beautiful. Сен әдемісің. Мен сені жақсы көремін. I love you. I love you. Қарап тұрғандарыңызда бірінші мысалда listen to me, to предлогынан кейін тұр. Екінші мысалда I love you, love етістігінен кейін тұр. Келесі жалғастырайық. He goes to the gym. He goes to the gym. Ол спорт залға барады. Мен оны әр апта сайын көремін. I see him every week. Мен оны апта сайын көремін. He goes to the gym. I see him every week. Келесі she'ға тоқталатын болсақ, ол ешқашан тыңдамайды дейді. She never listens. Ол ешқашан тыңдамайды, онымен сөйлеспей-ақ қой. Don't talk to her. Яғни онымен сөйлеспей-ақ қой. Келесі келетін болсақ, бұл әдемі куртка екен. It's a beautiful coat. It's a beautiful coat. Бұл әдемі куртка екен. Мен оны сатып алғым келеді. I want to buy it. Мен оны сатып алғым келеді. I want to buy it. Мен оны сатып алғым келеді. Ендеше ары қарай жалғастырайық. Келесі бізге тоқталатын болсақ, біз достар емеспіз. We aren't friends. We aren't friends. Біз достар емеспіз. Яғни мысал түсінесіздер ғой, біз достар емеспіз. Енді олар бізбен сөйлеспейді. They don't talk to us. Яғни олар бізбен сөйлеспейді.
және соңғы мысалға тоқталайық. Мысалы, олар жақсы кітаптар. They are good books. Жақсы кітаптар, they are good books. Мен оларды оқығым келеді. I want to read them. Мен оларды оқығым келеді. Жалпы subject pronoun мен object pronoun айырмашылық осы. Subject pronoun ол бастауыштың қызметін атқарады, өздеріңіз байқап тұрғандарыңыздай. Ал object pronoun ол негізгі етістіктен кейін немесе предлогтардан кейін қолданылады. Сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Егер ұнап жатса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.